Бүгін сіздерге оливье салатының дайындалуымен бөлісетін боламын. 2-3 тұздалған қияр, 4 жұмыртқа, 3-4 картоп, 1 үлкен сәбіз және бұршақ, вареный колбаса және де майонез. Осылай дайындап алатын боламыз. Бірінші картоп сәбізді бірге асып, бетіне тұз салуды ұмытпаңыздар. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны салып, бетіне тұз салып асып аламыз. Ең алдымен вареный колбасаның барлығын кубиктеп турап аламыз. Картошканың дайын түрін, асылған түрі суығаннан кейін осылай кубиктап және де сәбізді де барлығын турап алатын боламыз. Асылған жұмыртқаның сыртын аршып алып, оны да дәл солай барлығын турап бірге бір ыдысқа салатын боламыз. Достар, маған тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Дәл солай тұздалған қиярды да турап аламыз. Оны да барлығын бір ыдысқа салып қоямыз. Әрі қарай бізде бұршақ, оны да суын барлығын осылай төгіп тастаймыз. Сосын бұршақты салаттың бетіне салып, міне осылай дайын болып қалды салатымыз. Әрі қарай соңғы бізде майонез қалды. Майонезбен барынша көп емес және аз да емес, орташа қылып салып аламыз. Міне біздің оливье салатымыз дайын болды. Ас болсын.